Жаралған намыстан қаһарман халықпыз. Азаттық жолында жауындап жаныппыз. Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен аман сау қалыппыз, аман сау қалыппыз. Еркіндік қыраны шарықта, елдікке шақырып тірлікте. Алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте. Желтоқсанның екпінімен келген тәуелсіздіктің біз үшін орны қашанда бөлек. Сондықтан да толарсақтан саз кешкен батыр бабаларымыздың әр жылда төгілген қанының, ұлы мұраттар жолында құрбан болған асыл азаматтарымыздың асқақ армандарының, сәбиін білегімен, даласын жүрегімен тербеткен аналарымыздың аққан жасының, жаратқанның тілеген міндетінің арқасында қол жеткізген тәуелсіздікті біз әрқашан мақтан тұтып, қастерлей білуге тиістіміз. Біле білсек, бұл біздің азаматтық парызымыз, адамдық борышымыз. Пусть процветает и развивается наш суверенный Казахстан. Мы по праву гордимся этим местом на земле, где испокон веков жили и боролись за свободу наших предков. Мы помним и ценим их стремление жить независимо, которое сейчас воплотилось в жизнь. Пусть каждый человек в стране чувствует себя под ее защитой, бережет то, что у нас есть. Поздравляем с главным праздником страны! Сіздерді ұлық мереке Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы, тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты азаттықты аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болғай.